Шымкент қаласының кәсіпкерлер палатасында әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға арналған семинар өтті. 70-ге жуық кәсіпкер ханымдарға кәсіпкерлікті дамыту мүмкіндіктері, бизнесті мемлекеттік қолдау тетіктері мен қаржыландыру бағдарламасы және жаңа жобаларды іске асыру жолдары таныстырылды. Мемлекеттік қолдаудың игілігін көрген кәсіпкер Салтанат Төлегенова бизнесін табысты жүргізіп, 80-нен астам адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Балабақшалардың саны қазір біздің Шымкент қаласында өте үлкен, бірақ сол үлкендігіне қарамастан барлығымыз конкуренцияға төтеп беріп, жақсы істерімізді атқарып жатырмыз. Енді одан басқа да менде бірнеше бизнестің түрлері бар. Кәсіп бастаған кезде бізге мемлекеттен жақсы көмектер болды. Қолдау да өте көп болды. Бізге кәсіпті ашып жұмыс істеуге үлкен мүмкіншіліктер берілді. Сол көмектің арқасында осы күнге шейін үлкен бизнестерді жұмыс жасап келе жатырмыз. Енді барлық саламда қосқанда 80-нен астам адамға жұмыс беріп отырмын. Республика бойынша кәсіпкерлік нысандарының жартысына жуығы әйелдердің үлесінде. Бүгінде қыз-келіншектер көп салаларда кәсіпорындарды табысты басқарып, елдің дамуына елеулі үлес қосып келеді. Жалпы бүгінгі кездесуде әйел кәсіпкерлігіне қатысты қандай мемлекеттік қолдау шаралары бар жөнінде, сонымен қатар қандай жаңағы салаларда осы тікелей осы әйел кәсіпкерлігін дамытуға мүмкіндіктің бар екендігі және жалпы осы мемлекеттік саясаттың іскер әйелдерге қандай жаңағы жалпы бағыттар бойынша толығымен айтылып өтті. Шымкент қаласы бойынша әйел кәсіпкерлігі өте дамыған деп айтуға болады. Жаңа республика деңгейінде айтылды. Жалпы кәсіпкерлік саласында әйелдердің қамтыған жаңағы пайызы 48% деп. Енді Шымкент қаласы одан кем емес деп ойлаймын. Сондай-ақ осы басқосуда Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен үкімет бекіткен цифрлық экономика жағдайында әйелдер кәсіпкерлігін дамытудың 2026-2028 жылдарға арналған жол картасы таныстырылды. Саладағы бірқатар басымдықтар мен күрделіліктерді төрайым өзі түсіндірді. Біздің мемлекетімізде үлкен ассоциация бар. Қазақстандық үздіксіз білім беретін ассоциация. Бізде әр қалада өзіміздің филиалдарымыз бар. Ассоциацияға міне уже 14 жыл болайын деп отыр. Сондықтан мен өзі 14 жылдан бері тек қана әйелдермен жұмыс істеймін. Біздің қауымдастықта көбінесе ол білім саласының әйелдері болған соң, оларға жаңа қазіргі тақырыпта ең маңызды болашақтағы лицензия алу мәселесі болып тұр. Семинар соңында қатысушылар сұрақтарын қойып, сала мамандарынан жан-жақты жауап алды. Нұрай Жылқыбай, Руслан Насиров, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.